Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерменен қарыннан жасалынатын ыстықтай жейтін салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Қарыннан салатты жасау үшін алдыменен бізге осындай бір тал пияз керек. Осыны осылай турап аламыз, майдалап. Қысып тұрған қазанымызға осылай аздап май құямыз. Осыған пиязымызды саламыз. Осы пиязымызды қызғылтым қылып қуырып аламыз. Осылай таппенен қуырылып жата береміз. Мен осындай бір тал сәбіз алдым. Осыны енді қалауларыңызша турап алсаңыздар болады. Мен осылай турап аламын. Мен осындай қойдым, қарнын алдым. Осыны қалауларыңызша турап алсаңыздар болады. Осы қойдың қарнын мен пісіріп алдым 7-8 сағат. Әбден жұмсақ қылып пісіріп аласыздар. Содан кейін осындай салатқа турап қалаған көкөністеріңізді қоса берсеңіздер болады. Пиязымыз енді кішкене жұмсарды. Енді осыған қарынды саламыз. Осының үстіне сәбізімізді де саламыз. Енді мен қарынды әбден жұмсақ қылып пісіріп алдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш сала береміз. Қалаған дәмдеуіштеріміз қоса берсеңіздер болады. Мен осындай аскөк алдым және петрушка алдым, араластырып қалаған көктеріңізді турап алсаңыздар болады. Және сарымсақ алдым. Осындай 2 тал сарымсақ майдалап турап аламыз. Мұнда біздің сәбізімізде, пиязымызда бәрі дайын болды. Енді осыған кішкене қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай. Одан кейін сарымсағымызбен осындай аскөктерімізді қосамыз. Мен осыған осындай фасоль қосамын. Қаласаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Бүгін біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай. Ең бастысы қарынды пісіріп алсаңыздар, қалғаны өте тез. Енді осы дайын болған салатымызды ыстықтай салып, дастарханға қоя берсек болады.